Зейнетақы жинақтарын толықтай шешіп алуды қалайтындардың қатары аз емес. Дегенмен оған барлығының мүмкіндігі жоқ. Зейнетақы жинақтарын кімдер толықтай шешіп ала алады? Оған кімдер үміттене алады? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Сонымен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы жинақтарын толықтай кімдер ала алады? Оны мына топтағы жандар ала алады. Зейнеткерлік жастың басталуына аз қалған немесе бір және екінші топтағы тұрақты мүгедектікке байланысты зейнеткерлер. Егер жинақ сомасы ең төменгі зейнетақының 12 еселенген мөлшерінен аспаса, 2024 жылы бұл 694.236 теңгені құрайды. Елден тұрақты тұруға кеткен салымшы немесе алушы, қайтыс болған салымшының немесе бенефициардың мұрагерлері. 2003 жылдың 1 шілдесінен бастап ұзақ қызмет еткен зейнеткерлерге тұрғын үй және емделу. Тұрғын үй және емделу үшін өмірді сақтандыру компаниясымен зейнетақы аннуитеті шартын жасасқан қазақстандықтар. Міне осы топтағылар зейнетақысынан толықтай шешіп ала алады. Бүгінде түрлі жолдармен зейнетақы жинағын шешіп алғысы келетіндер көп. Жуырда біршама қазақстандықтардың стоматологтар арқылы зейнетақының артық мөлшерін шешіп алғаны туралы ақпарат тарады. Зейнетақы қорынан стоматологиялық емге деп жалған ақпаратпен қаражат шешіп алған қазақстандықтар туралы айтты. Деректерге сүйенсек, 2024 жылғы 23 шілдедегі жағдай бойынша отбасы банкі арқылы БЖТ көмегімен емделуге 435,1 миллиард теңге пайдаланылған. Оның 98% стоматологиялық қызметтерге, яғни тістерді протездеу және имплантациялауға алынған. Банк сонымен қатар толық аденция, тістердің толық болмауы диагнозы қойылған 21 жастағы қазақстандыққа дәрігерлік комиссияның қорытындысында тістерді тазарту, брекет жүйелерін орнату сияқты жалған қызметтер жазылғанын алға тартты. Мұндай деректер тіптен жиілеп кеткен. Еске салсақ, Денсаулық сақтау министрлігі 2024 жылдың 10 тамызынан бастап 2025 жылдың 1 ақпанына дейін стоматологиялық қызметтерге зейнетақы қорынан қаражат пайдалануды тоқтата тұруды жоспарлап отыр. Бұндай жайтқа жалған құжат тапсырып, стоматологиялық ем алдық деп жалған құжат тапсырушылардың қатарының көбейіп кеткені себеп болып отыр. Осы уақыт ішінде банк бір жолғы зейнетақы төлемдері жөніндегі уәкілетті оператор ретінде БЖТ қаражатын мақсатсыз пайдалануға жол бермеу және стоматологиялық қызметтер көрсетудің ашықтығын қамтамасыз ету жөнінде тиісті жұмыс жүргізуге ниетті екенін жеткізді. Алдағы уақытта бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жинақ қаражатын шешіп алуға байланысты тағы да біршама өзгерістер болуы әбден мүмкін.